Hello dear children, now start our lesson. Model 1, Kazakhstan in the world of sport, lesson 8. The theme is Olympic Games. Our world, checkpoint 1. Learning objectives. Understand the main point of sport using the present simple, affirmative, negative and question forms. Use adverbs of time, sometimes, often, always, never. Сабақтың мақсаты спортқа қатысты түсініктерді қалыптастыру және жаңа сөздермен танысу. Present simple шақ, осы шақта болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерді құрастырып үйрену. Сонымен құрметті оқушылар, 17-ші беттегі бірінші жаттығуға қараймыз. Бірінші rowing, екінші fencing. Мінеки бірінші archery, екінші fencing, үшінші water polo, төртінші gymnastics, figure skating, бесіншісі. Сонымен құрметті балалар, жаңа сөздерді жазып алайық. Rowing, қайықпен жүзу, fencing, қылышпен шайқасу, gymnastics, гимнастика, archery, садақ ату, water polo, су волейболы, figure skating, мәнерлеп сырғанау. Құрметті оқушылар, жаңа сөздерді таныс болды. Олай болса, біз бүгін жаңа тақырыпты бастаймыз. Present simple, яғни ауыспалы осы шақ не екенін бүгінгі сабақта түсінетін боласыздар. Сонымен ауыспалы осы шақ дегеніміз present simple. Present simple күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді білдіреді. Мысалға, бірінші жақта мен ойнаймын, I play. Сен ойнайсың, you play. Үшінші жақта жекеше түрде he plays, she plays, немесе көркем plays. Қарап тұрсаңыздар, бастауыш және баяндауыш. Сөйлем бастауыш пен баяндауыштан құралады екен. Үшінші жақ жекеше түрде есте сақтаңыз, етістікке s деген жалғауды міндетті түрде жалғауымыз керек. Ол ойнайды, he plays. Ол ойнайды, she plays. Қыздарға қатысты she plays, ұлдарға қатысты he plays. Көркем plays, бұл да қыздың аты. Көркем деген қыздың аты. Сонымен go, have, do етістіктері қалай өзгереді? Үшінші жақта I go, мен барамын, he goes, ол барады. I have, менде бар, he has, ол да бар. Have етістігі has болып өзгереді екен, go етістігіне es жалғанады екен. I do, мен жасаймын, he does, ол жасайды. Құрметті оқушылар, олай болса, 17-ші беттегі екінші жаттығуды бәріміз бірге жасайық. Осы жердегі екі жауаптың дұрысын қаламмен қоршап орындау керексіз. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Present simple болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемді қалай құрастырамыз? I do not play, яғни қысқартылған формасы I don't play, мен ойнамаймын. You don't play, сен ойнамайсың. We don't play, біз ойнамаймыз. They don't play, олар ойнамайды. Есте сақтаңыз, don't деген көмекші етістік, do not, яғни қысқартқан кезде don't болады екен. Does not көмекші етістігі doesn't ретінде қысқартылады. Сонымен құрметті оқушылар, сұраулы сөйлемді қалай құрастырамыз? Сұраулы сөйлемде біз бастауыштың алдына көмекші do етістіктерін қойып шығамыз. Яғни бірінші, екінші жақта және көпше түрде do көмекші етістігін қояды екенбіз. Сонымен сұрақ: Do I play? Мен ойнаймын ба? Do you play? Сен ойнайсың ба? Do we play? Біз ойнаймыз ба? Do they play? Олар ойнай ма? Осылай мінеки сұрақ пайда болды. Үшінші жақта есте сақтаймыз. Does, do'дың орнына біз s жалғауын жалғадық. Does he play? Ол ойнай ма? Does she play? Ол ойнай ма? Does it play? It формасын біз зат есімдер мен жануарларға қолданады екенбіз. Сонымен құрметті оқушылар, дәл қазір 17-ші беттегі үшінші жаттығуды жасауға кірісейік.
Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Спортқа қатысты жаңа сөздермен таныстық. Homework page 17. Do exercise 1, 2, 3. Бірінші, екінші, үшінші жаттығуларды орындаймыз. Lesson is over. Назарларыңызға рахмет.